Хамзаның ветрянкасына қатысты көп сұрақтар келіп жатыр. Мамочкалардың өйткені қазір ветрянка барлық садикте болып жатқан сияқты бір-бірінен жұғып. Қалай өтті, жеңіл өтті ма, температура болды ма, вообще қалай емделдіңіз деп. Хамзаның ветрянкасы өте жеңіл өтті. Ешқандай температурасыз, вообще қиналған жоқ. Тек үстіне зеленканы жақтым и все. Вообще 5 күнде өтіп кетті. Понедельник ауырды, келесі понедельник уже садикке барды. Жалпы менің түсінгенім, барлық баланың иммундық жүйесіне байланысты екен. Өйткені Хамза мысалы үшін 5 күнде ешқандай қиналмай температурасы ауырып шықты ғой. Кейбір балалар бар, 2 апталап температурамен кәдімгідей қиналып ауырған екен. Сондықтан иммундық жүйе мықты болса, даже ауырғанның өзінде жеңіл өтеді любой ауру. Ал иммундық жүйе әлсіз болса, любой бактерия, любой ауруды тез қабылдап алады бала. Сондықтан ең бірінші иммунитет көтеру керек. Мен Хамзаның иммунитетін уже 2 жыл болды қалдырмай витамин қабылдаймыз. Біздің қабылдап жүрген витамин міне Баллайф омега 3 және қазір Құрбан айтқа байланысты менің атымнан десеңіздер, сіздерге 40% жеңілдік жасап береді. Ссылкаға басып толық ақпарат аласыздар. Баллайф омега 3 деген міне осындай ішінде капсулада жүреді. Хамза уже көбін жеп қойды, тістеп жеп қояды. Ішінде 120 штук бар. Біз айтта патанамне келдік. Хамзаны сағынғандар. Міне Хамза, міне сенім, білгісі сенім. Күдей білесір ғыны. Біз астына түсіп, Хамза менен ойнаймыз. Опа, не істейм енді. Қазір тамақ берем. Давай, біз игровойға түстік. Хамза маған тамақ береді қазір. Не деген ойыншық мынау? Маманың гүлдері әр келген сайын одан да күшті болып өсіп құлпырып тұрады. Күнде ерінбей.